Сәлеметсіңдер ме, құрметті білім алушылар? Бүгін сауат ашу пәнінен ұлттық тағамдар мәтін тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Осы сабақта қол жеткізетін оқу мақсатымыз мұғалімнің көмегімен мәтінде кім, не туралы айтылғанын анықтаймыз. Ал назарларыңда берген ұсынылған суретке қарап көріңдерші. Суреттен не байқап тұрмыз? Иә, дұрыс айтасыңдар. Ұлттық тағамдар көріп тұрмыз. Және не көріп тұрмыз? Иә, сусындар көріп тұрмыз, иә? Ал балалар, қазақтың ұлттық сусындарына қымыз, шұбат, саумал жатады екен. Керемет балалар. Енді мен сендермен жұмбақ жасыр көрейін. Кезекті бір жануар, үстінде екі тауы бар. Мойны ұзын, көзі үлкен. Бұл не? Өзің тауып ал. Ал жұмбақтың шешуін бірге шешіп көрейікші. Тамаша. Жұмбақтың шешуі түйе. Ал балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын мен сендерге бейне жазба ұсынамын. Сол бейне жазбада түйе малының сусыны және түйе малының қасиеті туралы мәлімет аласыңдар. Бейне жазбаға назар аударыңдар. Қазақ үшін түйе қасиетті мал. Төрт түліктің төресі атанған жануардың сүті ем, еті азық, жүні киім. Түйе сүті қоректік заттарға өте бай сусын. Мәселен, қымыздың құнарлығы 528 килокалория болса, сиырдікі 660, ал түйенікі 911-ге тең. 1 литр шұбат адам ағзасының витаминдер мен микроэлементтерге деген тәуліктік қажеттілігін толықтай қамтамасыз ете алады. Шұбат ішкен адам күні бойы тоқ жүреді. Шұбаттың қуаты мен дәрілік қасиеті қымыздан кем емес. Оның инфаркттың, инсульттің алдын алуда маңызы зор. Қант диабетіне, қатерлі ісікке де шипасы бар. Табиғи шұбат өнімдері адамның есте сақтау қабілетін жоғарылатып, ми тамырларына сергектік пен демалыс береді. Құрамында А, В1, Д, Е, С дәрумендері мен май, әртүрлі витаминдер, белоктар мен тұздар көп болады. Ойсыл қара түлегі сүтінің құрамында лактоферин деген зат болады. Адам ағзасында да лактоферин деген белок бар. Ол ағзаның иммундық жүйесін нығайтады. Белоктың басты биологиялық қызметі темір неондарын байлайды және оны тасымалдайды. Ағзаға қандай да бір бактерия мен вирус келіп түссе, лактоферин бірден оның көзін жоюға әрекет етеді. Ал, құрметті балалар, бейне жазбадан не байқадық? Дұрыс айтасыңдар. Бейне жазбадан шұбат сусыны туралы мәлімет алдық, иә? Енді оқулықтағы бірінші жаттығуға назар аударамыз. Шұбат. Сен шұбат ішіп көрдің бе? Шұбатты қалай әзірлейтінін білесің бе? Шұбатты түйенің сүтінен ашытып жасайды. Халқымыз шұбат жанға қуат деп бекер айтпаған. Өйткені шұбат шипалы сусын. Шұбат ішсеңдер, денсаулықтарың мықты болады. Балалар, мен қазір мәтін оқыдым ба, ертегі оқыдым ба? Дұрыс айтасыңдар. Мен қазір мәтін оқыдым. Тамаша. Енді осы шұбат мәтініне байланысты сендермен кім жылдам ойынын ойнап, сұрақтарға жауап беріп көрейік. Мәтін не туралы? Иә, мәтін шұбат туралы. Шұбат неден жасалады? Дұрыс айтасыңдар. Шұбат түйенің сүтін ашытып жасалады, иә? Шұбаттың қандай пайдасы бар? Иә, халқымыз шұбат жанға қуат деп
бекер айтпаған, шұбат балалар адам денсаулығына өте пайдасы зор екен. Саған шұбат ұнайды ма? Иә, мен сендерге шұбатты ұнайды деп ойлаймын. Енді екінші жаттығуды жазылым дағдысын қалыптастыру мақсатында дәптерімізді көлбеу қойып, қаламсабымызды қолымызға алып, жаңылтпашты жадқа жазамыз. Түйе маған шұбат берді, шұбат маған қуат берді. Қайталаймыз. Түйе маған шұбат берді, шұбат маған қуат берді. Көркем, әдемі және қатесіз жазды деген ойдамын. Тамаша балалар. Енді мен сендермен ойлан тап ойынын ойнап көрейін. Үшінші жаттығудағы ребусты бірге шешейік. Ребусқа назар аударайықшы балалар. Иә, ребустың шешуіндегі сөз бота. Бота дегеніміз балалар, түйенің төлі. Керемет, сендер ойларыңның ұшқырлықтарын таныттыңдар. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Бүгінгі сабақта шұбат сусыны туралы мәлімет алдық. Шұбатты өмірде үнемі ішіп, қазақтың ұлттық сусындарын пайдалануды ұсынамын сендерге. Ал балалар, бүгінгі сабақ қызық болса, келесі кездескенше сау болыңдар.